келетін үнмен сипаттайды. Ендеше бұның барлығы ол дыбыс. Дыбыс дегеніміз механикалық толқын. Олай болса, неге мына жерде мысалы қалың ағаштың жапырағы неге сыбдырласып өз-өзі? Неге олар жыбырлап тұрмайды, неге сарпылдап тұрмайды, иә? Жапырақ дыбыс шығара ма жалғыз өз тұрса? Жоқ, көп болса. Жалпы біздегі мына залда айтайық, мынандай көптеген залдарды көресіздер ғой. Акт залдары, республика сарайы, байқасаңыздар, орындықтарын жұмсақ матадан жасап қояды. Көбінше былайынан крем төсеп қояды. Себеп? Дыбыс жұтылуы, дұрыс айтады, жаңғырық болмасын, иә? Жаңағы бос үй, ешқандай жиһазы жоқ, я болмаса нәрседен ол дыбыс кері қарай шағылып кері қарай орнына қайтады, яғни жаңғырық орындалады. Олай болатын болса, неге ол нәрсе қозғалған дүние дыбыс бермейді? Шын мәнісіне келген кезде жапырақтың да дыбысы бар. Бір тал жапырақтың өзімен өзі тербеліп тұрса да дыбысы бар. Бірақ ол өте төмендеу децибелда, 10 децибел, ол біздің құлағымызға естіле бермеуі мүмкін. Ал бұл тербеліс келесі бір дүниенің тербелгеніне әкеледі. Екеуісінің қосындысы 10 децибел бәрі жиналып келген кезде сізге бір жалпы шуды пайда болтырады. Шу дегеніміз ол әртүрлі жиіліктегі тербелістердің қосындысы. Мен сөйлесем, екеуміз бірдей сөйлесек, біздің жиілігіміз артып кетеді. Әдемі ән айтамыз. Ал егер де мен басқа әңгіме айтып жатырмын, сіз басқа әңгіме айтып жатсыз, сіз басқасын, бұның барлығы әртүрлі жиілік қабаттасқан кезде бізде шу пайда болады екен. Осыны балаларға түсіндіруге болады. Әсіресе мына жердегі неге желсіз түнде жарғай? Жарғай қай кезде неге желсіз түнде болады деген сияқты, ауаның тымырсық күнінде. Дірілдеп дегеніміз не? Судың бетіне түскен кезде неге дірілдейді сәуле? Себебі ауа жаңағы суымыз белгілі бір толқынмен ағып жатыр, күн сәулесі шағылып түсіп тұр, сәйкесінше қозғалыс уже дірілдей айналады, деген сияқты осылай келтіре беруге болады. Келесіге көше беріңіз. Оны әрине ары қарай біз физикамен байланыстырамыз. Ол үшін дыбыстың қаттылығы тақырыбына өтеміз. Әрбір нәрсенің дыбысының қаттылығы бар. Біздің қазір сөйлеп тұрғанымыз 40-50 децибел арасында ғана. 40-50 децибел болды. Бір бізде физикадан беретін апайымыз айтатын еді, шуламаңдар деудің орнына дауыстардың 30 децибелдан аспасын. Түсінбейміз ғой? Содан жатталып қалған дүние болды, құлағымыз үйреніп қалған. Ұшақтың мысалы көтерілуі гүрілдеп тұр, 120 децибел болса, ал автомобильдің сигналы 100 децибелді құрайды. Жаңағы үлкен мотор тракторлар болып дырылдап тұрады. Олардікі 80 децибел болады. Ендеше оның жанында 10 децибел деген естілмейді ғой шын мәнісінде. Ал бірақ барлық жүздеген жапырақ қосылған кезде бір-біріне тиюінен шыққан дыбыс естіледі екен. Енді құлақтың ауыртпалықты сезіну шегі 130 децибел. Барлықтарыңызда смартфон бар, барлығымыз құлақ қаптаймыз ба? Наушник тыңдаймыз. Тыңдаған кезде, звукты көтеріп жатқан кезде бір шектеу шығады, ограничение шығады. Мына жиіліктен жоғары қарай жиілік сіздің құлағыңызға зиян. Біз не істейміз? Окейді басамыз, ары қарай көтереміз. Дыбыс қаттырақ естілмесе. Әсіресе балалар солай істейді. Себебі толық громкостьта сондай бір гармонияға кіріп тыңдағылар салып, таразының басының теңескенін қай кезде адамның көзіне құм толғанда ғана оның тоятындығын көрсеткісі келеді. Бұл жердегі таразы дегенді тек Ескендір поэмасы емес, бірнеше өлеңінде келтірген екен Абай Құнанбаев. Мына жердегі қартайдық, қайғойладық, ұйқы сергек өлеңінде де ақылды қарағылды қырыққа бөлмек, әр нәрсеге өзіндей баға бермек. Таразы да қазы да өз бойында наданның сүйенгені көппендірмек. Таразы бұл жерде әділдікті, адалдықпен ұштастырып тұр ғой, яғни тепе-теңдік қалыпты. Ол бізде кәдімгі массаны өлшейтін құрал ретінде. Әсіресе тепе-теңдік шарты дененің инерция құбылысын сипаттаған кезде біздер пайдаланамыз. Әсіресе Ескендір поэмасының дәл осы бөлімін айта отырып балаға тепе-теңдік жайлы ұғым беруге болады, және адами құндылықты беруге болады. Адамның өзінің дүниеге ешқашан тоймайтындығын. Сондықтан да мүмкіндігінше қанағатшыл, сондай рақымшыл, мейірімді болуға. Енді айта берсек, әрине ол физикалық құбылыс Абай жабал қойды. Менің бүкіл телевизияға, радиоға, бүкіл Қазақстанда жасағаным бәрі. Мен осы кешегі аптада қазір бүкіл Абай ТВ-да бүкіл Қазақстанға Абай туралы бәрі тоқып жатыр. Кеше осы беріп жатыр. Мен 5-ші дәрісімді берді. Соның бәрін енді ары қарай білем десеңдер айналайында жабал қойын жеткізіңдер, қазір көп көресіздер. Енді жайлап қазір біртіндеп
Егер мұқтаждар бар, қайтадан ортаға сұрасып қойдым, барлығын тағы да бір Негізі солай, бірақ та өз аудармасы солай, сосын өз анау ол кісінің бетіне қарап несін білмейді екен, не айтайын деп отырған. Содан Шойынбет деп кеткен ау, әйтпесе ол туа Шойынбет деп айтпағанша. Сол қазақтың 105 шешенінің бірі менің туған атам, менің фамилиям Шойынбет. Кітаптан қарасаңдар бидің ішінде тұр. Әкем Алшынбек ұлымын. Алшынбек ұлымын. Алшынбекке жабы. Сол Шойынбет адам айтыпты. Мына Қаратауда мен Созақ ауданындамын. О, Қаратау деген жақын. Содан мына арқа жақта Арғын мен Алшындардың аты шығып атқан ғой, енді Арғындар оқуға жақын болды. Сәтбаев бастап бәрі. Мына жақта Алшын батысқа олар да жақын болды. Сонда айтыпты, әттең Алшын мен Арғынның біреуінен туғанда мен одан кейін баласының атын Арғынбек қойды. Қазақ тегін қоймайды ғой, көрдіңдер ме соны? Сонда ақырында осы биыл мен сол енді абай туралы 4-5 кітап жазып жатырмын, шығарып жатырмын. Алла сиырда да бар, адамда да бар. Сонда ақыл бірінші болады ғой дейді. Бірақ біз айтамыз, жоқ, жүрек бірінші. Неге? Тыңдаңдар. Қайрат. Ол адамға керек. Себебі қайрат болмаса өшірі келемейсіңдер. Күш керек. Себебі қайрат болмаса жаңа басқа нәрсе істеймейсің. Ол керек. Ақыл да керек. Ақыл барлығын жасатып жатыр. Бірақ қайрат жақсылыққа да, жамандыққа да жұмыс істейді. Бекзат Саттархан Олимпиада чемпионы болғанда, яғни адам баласының күшінің мығым болып, қандай да үздік жетістікке жететінін көрсетті күшпен. Ол жақсы жағы сендерге. Ал Совет өкіметі құлағаннан кейін ерек көтер дегенді білдіңдер. Адам тонағыш, адам өлтіргіш. Олар кім? Қайраты күштілер ғой. Сонда көрдің бе, қайрат екі жаққа да, жақсылыққа да, жамандыққа да. Енді ақыл да екі жаққа жұмыс істейді. Себебі қараңдар, бүкіл осы жетістікті сендерді қазір кір жумаймыз, тамақ пісірмейміз, кропы басып қалсаң, бұның бәрі жетістік, оны ақылмен ғалым тапты. Енді атом бомбасын кім тапты? Ғалым. Сирия, Украина қырылып жатыр. Соғыс қаруын. Сонда ақыл мен ғалым жақсылыққа да жұмыс істейді, жамандыққа. Енді жүрек байқұс тек қана жақсылыққа жұмыс істейді. Егер абай айтады, жүрек, ақыл мен қайрат жүректі тыңдамаса, екеуі кетсе, онда жүрек қараяды дейді. Жүрек кірлейді дейді. Көрдіңдер ме? Кірлейді. Неге? Жүрек, себебі абай, хакім абай қайдан алған? Бұл даналықты біздің қазақ ең баста Құраннан алған. Біз тек бір Алланы, абай айтады, дүниеде жаратушы бар дейді, қалғанның бәрі жаратылған дейді. Көрдің бе? Жаратушы біреу-ақ сол бар дейді. Басқаларда Құдайы да көп, Тәңір деп, басқа деп бұрып жатыр ғой. Жоқ, абай айтады, жаратушы біреу, қалғанның бәрі жаратылған дейді. Көрдіңдер ме? Енді соны біз көрдіңдер ме? Бұл Құраннан алынған. Құранда айтады, адам баласын біз дейді, адам баласына дейді, тиіттай ет кішкентай бір. Соны ерекше жаратып қойдық дейді. Ол жүрек, тіпті жанды да сол жерге қойдық дейді. Себебі, қараңдар, егер жүрек деген сөзге суық, ақыл, суық деген сөзді қолданамайсың. Себебі жүрек тіпті былай қарасаңда 36 градустан кейін қаның түссе, төмен түссе, жүрек нағылады, тоқтайды. Суыққа. Ал 36-тан жоғары ол жылы деген сөз. Сонда жылылық, мейірім қайда тұр? Жүректе тұр. Жүрек. Ол жүрек еш қашанда жамандыққа жұмыс істемейді. Оның енді мен оқысам лекция болып кетеді, бірақ нәрсесін айтайын. Қазақ бірінші жүрегін неге бірінші қоятыны? Қара. Немістер не жасаған кезде бізге шешендерді, полякты, жапондықты бәрін әкеп үйіп төкті. Сол кезде қазақ ақылына салса, өзім балам өліп бара жатыр, бұл не қылам? Маған етегім бұл деп қоя салады. Жоқ, олар жүрекке жеңдіріп, көрдің бе, мейірім, ақыл, ар, бәрі жүрекке байланысты. Жүрек эмоция. Себебі барлық нәрсе сен жақсылық та, жамандықты да сезетін